Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Сізді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Үй жағдайында ағзаны шлактар мен токсиндерден толық тазартуға болады дегенге сенесіз бе? Біз күнделікті тұрмыста пайдаланып жүрген өнімдер арқылы да ағзамызды толықтай тазартуға болады. Ендеше видеомызды бастамас бұрын қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып, маған подписка жасауларыңызды сұраймын. Қазіргі таңда 99% адамдардың асқазан ішек жолдарының жұмысы бұзылған. Өткен видеода айтып өткендей, ағзамызға токсиндер мен шлактар эндогенді және экзогенді жолдар арқылы енеді. Экзогенді, яғни сыртқы ортадан, эндогенді адамның өзінің ішкі организмінен. Ағзаны қарапайым айранмен тазарту. Токсиндерді кетірудің ең дәмді тәсілі айранмен тазарту. Мұны істеу үшін сіз кез келген майлы айранның 2 литрін алыңыз. Йогурттарды қолдану ұсынылмайды. Күні бойы ештеңе жеуге болмайды. Қарныңыз ашқанын сезсеңіз, 1 стакан айран ішуіңіз керек. Тазалау 1 күнге созылады. Оны айына 1 реттен жиі емес жүргізу керек. Сондай-ақ ішекті айранмен тазарту арқылы сіз 1-2 кг артық салмақтан арыла аласыз. Ішекті кастор майымен тазарту өте тиімді. Дене салмағының 1 килограммна 1 грамм препарат, сондай-ақ балғын лимон шырыны қажет болады. Кастор майынан лимон шырыны 2 есе көп болу қажет. Сұйық консистенцияға дейін қыздырылған майды шырынмен ішіңіз. Процедура түнде жүзеге асырылуы қажет, себебі кастор жүрек айнуын тудырады. Азық-түлікпен ағзаны қалай тазартуға болады? Көптеген адамдар үшін үйдегі ағзаны тазалау бағдарламасы тамақтануды қайта қараудан басталады. Тек өзіңіздің ағзаңызды ашықтырмаңыз, немесе ақуыз, шырын сияқты сәнді диеталарды ұстанбаңыз. Диета депенденттігіне назар аударғаныңыз дұрыс. Ағзадан токсиндерді кетіру процестерін жақсарту үшін асқазан ішек жолдарының белсенділігін ынталандыратын тағамдарды таңдаңыз. Оларға алма, жемістің құрамында пектин бар. Ол улы қосылыстар мен улы заттарды кетіруге ықпал етеді. Сонымен қатар алмада көптеген қоректік заттар, арнайы талшықтар, минералдық қосылыстар мен дәрумендер бар. Жемістің құрамына бауырдағы өт өндірісін ынталандыратын зат фтализин кіреді. Өздеріңіз білетіндей, өт майларды эмульсиялау қызметін атқарады. Осылайша алма адамның метаболизміне оң әсерін тигізеді. Қызылша. Қызылшада органикалық қышқылдардың, сондай-ақ талшықтардың көп мөлшері бар. Бұл ішектің аш және тоқ бөліктерін ынталандырады. Сельдерей. Гипофиз безі мен қалқанша безінің жұмысына белсенді әсер етеді. Гипофиз бен қалқанша безі адамның маңызды эндокриндік бездері. Дененің гормоналды фоны тұрақтандырылады. Бұл адамның әл-ауқатына тікелей әсер етеді. Өсімдік талшығын жеген кезде сіз әдеттегіден көп су ішу керек екенін ұмытпаңыз. 25 грамм талшыққа шамамен 2 литр су қажет, сонда ғана оның әсері байқалады. Пияз. Пияз адам ағзасындағы бактериялық, саңырауқұлақ вирустық флораны жою қабілетіне ие болғандықтан шартты түрде антисептик деп аталатын өнім. Пияз токсиндердің тері арқылы шығарылуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар ас қорыту процесін айтарлықтай жақсартады. Кейбір ғалымдар пияз тамыр қабырғаларының құрылымына әсер етеді. Сонымен қатар пациенттердің қан қысымын тұрақтандырады деп мәлімдейді. Қырыққабат. Капуста. Қырыққабат бауыр мен өт қабының жұмысына белсенді әсер етеді және ішектің перистальтикасын, қозғалысын күшейтеді. Бұл тағамның ас қорыту процестерін белсендіреді. Денені токсиндерден тазарту қырыққабатсыз аяқталмайды. Өйткені өнімде улы қосылыстарды жою үшін қажетті күкірт бар. Айта кету керек, қырыққабат құрамында арнайы қосылыстардың болуына байланысты адам ағзасындағы рак клеткаларының бөлінуіне жол бермейді. Үйде денені тазарту кезінде сарымсақ, лимон, имбирь, қызанақ және авокадоны белсенді қолданады. Есте сақтау керек, ең бастысы дұрыс су режимін сақтау. Ересек сау адамға күніне 1,5-2 литр су ішу керек. Денені токсиндерден тазарту кезінде бұл көрсеткішті аздап арттыру керек, өйткені жүйелер мен органдар күшейтілген режимде жұмыс істейді.
Ағзаны токсиндерден тазартудың халықтық әдістеріне әртүрлі шайлар жатады. Қара қарақаттың жапырақ шайын үйде дайындау жолы өте қарапайым. 1,5 ас қасық ұсақталған жапырақтарды алып, оған 500 мл қайнатылған ыстық су құйып, кейін оны күніне 3 рет жарты стаканнан ішіп отыруыңыз қажет. Итмұрын шайы: 1 уыс итмұрынға 500 мл ыстық су құйып, шамамен 10 минут қайнату керек. Қайнағаннан кейін оны суытып, күніне 2 рет жарты стаканнан ішіп отыруыңыз қажет. Брусинка жапырағымен шай: брусинка жапырақтарына ыстық су құйып, шай сияқты ішу керек. Халықтық рецепттерге зығыр тұқымы, күріш және сұлы жеу де кіреді. Диетаның бұл компоненттері ішектің жұмысын едәуір жақсартуға өз септігін тигізеді. Токсиндерден арылудың тағы бір әдісі ол денемен жұмыс. Бүгінгі таңда көптеген спа-салондар ішінде массаж, сауна және моншасы бар және токсиндерден тазарту қызметін де ұсынады. Сіздің назарыңызды көптеген зиянсыз болып көрінетін процедураларды дәрігермен кеңескеннен кейін ғана жасауға болатындығына аударамыз. Мысалы, монша мен сауна жүрек-қан тамырлары проблемалары бар адамдарға көрсетілмейді. Ағзаны токсиндерден тез тазарту үшін жасалатын тағы бір процедура бұл клизма. Үйде қарапайым ережелерді сақтаңыз. Суық, бірақ салқын емес қайнаған суды қолданыңыз. Қабынуға қарсы әсері бар түймедақ шөптерін суға қоссаңыз болады. Тіндерге зақым келтірмеу үшін клизманың үшін креммен, вазелинмен майлаңыз. Бірінші тазалау үшін 1,5-2 литр су қажет. Оны іште мүмкіндігінше 5-7 минуттай ұстайсыз. Егер ішекті қайта босату қажет болса, онда екінші процедураны бірден емес, біріншісінен кейін шамамен 40-45 минуттан кейін орындау керек. Есіңізде сақтаңыз, үй жағдайында кез келген емдеу әдісін жасамас бұрын өз дәрігеріңізбен міндетті түрде келіскеніңіз жөн. Және ең соңында, жаман әдеттерден бас тартпай, денені дұрыс тазарту мүмкін емес екенін есте ұстаған жөн. Темекі шегу, алкогольдік ішімдіктерді ішу және басқа да жағымсыз әдеттер адамның денені тазартуға деген барлық күш-жігерін жоқ қылады. Өйткені тазарту процесінде денеге теріс әсер ететін заттар ағзаға енуді жалғастырады. Ағзаны токсиндер мен шлактардан тазарту ағзадағы шынайы тепе-теңдікті қалпына келтірудің, өз әл-ауқатыңызды жақсартудың тиімді әдісі. Өз денсаулығыңызға сауатты және салмақты көзқарассыз денені дұрыс тазарту мүмкін емес екенін ұмытпаңыз. Сіздермен болған дәрігер Гүлнұр. Пайдалы болдым деген оймен бүгінгі видеомды аяқтаймын. Каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасауларыңызды сұраймын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сау болыңыздар.